Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай дайындалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Бізге ұн, қант, сұйық май, сгущенка, разрыхлитель және де 4 жұмыртқа қажет. Сонымен пирогымызды пісіруді бастаймыз. Таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаны кезек-кезек осылай жарып, оның үстінен қант қосып, әппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Ең бірінші миксердің жай жылдамдығымен бастап, содан соң жылдамдығын арттыра отырып миксерлейміз. Біздің массамыз осылай әппақ болып көпірді. Енді қоюлатылған сүт, яғни сгущенкамызды, содан соң сұйық майды қосып тағы да миксерлейміз. Оп-оңай үй жағдайында тез дайын болатын пирогтардың бірі. Әсіресе қонақ келген кезде не дайындарыңызды білмесеңіздер, дәл осы пирогты жасауға сіздерге кеңес беремін. Келесі кезекте біз алдын ала міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды және де разрыхлительді қосамыз. Ұнды 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп қосу қажет. Сонда біздің пирогымыз өте әдемі, биік болып көтеріліп шығады. Ұнымыздың екінші бөлігін қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Бізде сұйық масса пайда болады. Осымен біздің массамыз дайын болды. Енді оны формаға орналастыратын боламыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын формада пісірсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскенін шпажканың көмегімен тексерсеңіздер болады. Осымен біздің пирогымыз пісіп шықты. Енді оның бетіне қоюлатылған сүт, яғни сгущенкадан 2-3 ас қасық, немесе одан да көп қосқыларыңыз келсе, қоссаңыздар болады. Осылай қасықтың көмегімен барлық жеріне жағып шығамыз. Келесі кезекте осылай орехты ұсақтап, видеода көрсетілгендей етіп, пирогтың шетіне сеуіп шықтым. Осымен біздің оңай әрі жылдам дайын болатын сгущенкадан жасалған пирогымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.